Сәлем достар, бұл тез мультик. Бүгін Королина деген мультик көреміз. Оригинал аты Королайн. Шетелде негізінде Кэролайн деген ат бар адамдарда, яғни Каролина дегенге келеді. Ал бұл мультик Каролина емес, Королина. Сол үшін Королайн деп айта береміз ғой деймін, орыстар сияқты бұрмаламай оригинал атымен. Және бұл кітапқа негізделген мультик. Мағынасы базар жоқ. Кеттік ендеше. Қолы велосипедтің спицасы сияқты біреу мүмкіндігінше қуыршақтың киімін кесіп, жіптен жасалған шашын тарқата бастайды. Түйме көздерінде алып тастайды. Аузын кесіп, ішіндегі жүндерін толықтай шығарады да ішін опилкаға толтырады, яғни ағаштың үгіндісіне. Жаңағы біреу инені сабақтап, бағанағы сөгіткен жерлерін қайта тігеді. Кейін түйме таңдап, түйме көздерін қадайды. Шаштарын жапсырады да матаны кесіп, машинкамен киім тігеді. Осындай қуыршақ боп шыға келді. Үлкен үйдің төбесінде біреу жаттығу жасап жүр. Бұл көп пәтерлі үй розовый сарай деп аталады. Розовый сарайға біреулер көшіп кеп жатыр. Көшу қызметкерлері заттарды пәтерлеріне кіргізіп беріп, жүк көлігі кетеді. Көп пәтерлі үйден Королайн есімді қыз шығады. Бағанаға қуыршақ сияқты көк шашты қыз өзіне ағаш сындырып алады. Ағашымен ол көшеге асығады. Артынан қара мысық жүгіреді. Сөйтіп Королайн ағашымен жүріп келатыр. Соңынан еріп жүрген қара мысық сынып тұрған тасты басып қап, Королайн кім бар мұнда деп айғайлайды. Ешкім жоқ. Сосын со жаққа тас лақтырып еді, мысық жаман маңырап, қыз шошып қаша жөнеледі. Қашып ол бір жерге тоқтайды. Мысық артынан кеп, үрет десіңе. В общем, түсініңдер, маңырайды, мау деп шошты. Королайн, мен шошыттың ғой, есәлің дейді. Сосын қыз мысыққа ескі құдық іздеп жүргенін хабарлайды. Бірақ мысық сөйлемейді. Содан Королайн ағашымен құдықты іздей бастайды. Анау экстрасенстер болады ғой, осындай бірдеңке ұстап жүретін, сол сияқты. Кенет біреу жақындап пипілдетеді. Бұл кім тағы? Моторлы велосипедтегі біреу алға ұмтылып, Королайнның ағашын тартып ап, қыз құлайды. Анау Королайнды мұқият қарай бастайды. Сосын маскасын шешсе, ол бала екен. Ашуланған Королайн ағашын қайтарып балаға ұрсады, мысығымен бірге аңдығыштар дегендей. Бірақ бала бұл менің мысығым емес деп шығады. Жабайы мысық қой, жай ғана түн сайын тамақтандырам, ол болса арасында тереземе кеп кішкентай өлі нәрселерді әкеледі дейді. Қыз құпия құдықты іздеп жүргенін айтып, ол қаяқта деп айғайлайды. Қатты тепсең, оның ішіне түсіп кетесің қазір деп айтады бала. Сөйтсе қыз тура сол құдықтың үстінде тұрған екен. Бала қазғылап еді, шынымен де ағаш люк. Ол құдықтың тереңдігі. Егер түбіне құлап жоғары қараса, күндіздің өзінде жұлдызға толы аспан көрінетіндей екенін түсіндіреді. Сосын бала әжесі розовый сарайдың иесі. Бұларға пәтерді жалға бергеніне таңғалатын білдіреді. Өйткені әдетте әжесі балалары бар адамдарға жалға бермейді екен. Королайн не үшін екенін білгісі келеді. Бірақ бала оған бұл туралы айтуға болмайтынын хабарлап, айтпақшы менің атым Уайби деп өзін таныстыра бастайды. Толық аты Уайборн, яғни ағылшыншадан не үшін туылдың дегенді білдіреді. Кейін Королайн да өзінің атын айтқанда Уайби қоймайды, Кэролайн деп қыз оны түзеседі. Кенет баланы әжесі шақырып қап, Уайби Королайнға ағашы улы болғандықтан қолғап киюге кеңес беріп, үйіне жөнеледі. Оның артынан әлгі қара мысық та кетеді. Қыз люктағы тесіктен тас лақтырып көреді, құдықтың қаншалықты терең екенін білгісі кеп. Сағатпен есептесең, бір 5-6 секундта тастың құдық түбіне түскен дыбысы шығады. Кейін үйде Королайн анасынан кеше құдыққа түсіп өліп қала жаздағанын айтады. Бірақ оны тыңдап атқан анасы жоқ. Керемет деп отыр. Ондай болса далаға шықсам бола ма? Бақшада жұмыс істеуге күшті ауа райы болып тұр дейді қыз. Бірақ анасы жаңбыр құйып тұр. Батпақ боп барлық жерді ластайсың деп далаға шығуға рұқсат бермейді. Королайн ата-анасы өсімдіктер туралы жазып ақша тауып, үйші топырақты жек көретіндеріне таңданады. Анасы саған уақытым жоқ, жүгір коробкадегі заттарыңды шығар дейді. Және бір бала есік алдына мынаны тастап кетті деп қызына береді. Бұны Уайби тастап кетті. Хатта ол, сәлем қалайсың? Әжемнің сандығына не тауып алғанымды қара. Біреуге ұқсайтын сияқты ма, деп жазған. Ішін ашса, дәл Королайнға ұқсайтын қуыршақ. Қыз бір түрлі деп қалады. Сосын ол әкесіне барады, жұмыс қалай жүріп жатыр дегендей. Ол басында Королайнды байқамайды, бірақ қыздың қыңырлығының арқасында оны байқап, қызымен амандасып, Королайнға ұқсайтын қуыршақты көріп таңғалады. Және әкесі де далада жаңбыр құйып тұрғанын түсіндіреді, далаға қатты шыққысы кеп тұрған қызына. Королайн жай ғана жаңбыр емес па дейді. Бастық не деді деп әкесі сұрайды. Қыз анасы рұқсат бермеген айтқанда, анаң рұқсат бермесе үйде отыр енді, не бар далада дейді әкесі. Сосын қыз есікті қиқылдатып ойнай бастайды. Әкесінің жүйкесі шыдамай қызына блокнот беріп, осы үйді аралап шығуды ұсынады. Бар, үйдің есік терезелерін санап шық, көк нәрселердің тізімін жаса. Короче, маған жұмыс істеуге мұрша берші деп. Ашулы Королайн күрсініп, күртешесін шешіп, жаңағы миссиясына кірісуді ұйғарады. Жолдағы кілем жиырылып қала береді. Жарайды, қош деп ол буланған терезені сүртіп, қуыршағы екеуі далаға қарайды. Сосын жуынатын бөлмеге келсе, жәндіктер қаптап жүре жерде. Содан қыз оларды өлтіруге кірісіп кетеді.
Болған соң қолын жуайын деп кранды ашып еді, жоғарыдағы душы қосылып кетті. Лай су ағады еще. Сосын Королайн есікпен ойнайды. Кейін терезе санын 12 тесік терезе деп жазады. Баспалдақтан секеңдеп түседі. Таңғаларлығы бағанағы жиырыла беретін кілем түзеліп қалады. Қыз су ысытатын титаны бар бөлмеге кіріп, блокнотына соңында жазады. Бір ескі тот басқан су ысытқыш деп. Одан бұрын 12 жеркенішті жәндік деп жазған екен. Содан қыз жарайды деп светті өшіріп бөлмеден шыққанда үйдің электр қуаты қуып кетіп, әкесінің жұмысы жоққа кетеді. Сохранить етіп үлгермеген ғой байқұс. Қиын нәрсе ол. Королайн ойбай деп светті қайта қосады, бірақ ол көмектеспейді уже. Сол жерде баспаңдар деп жазылып тұрған екен негізі. Содан қыз светті қосып, о жақтан технична кетіп қалады, ұрыс естиін ба деп қорқып. Королайн басқа бөлмеге келеді. Қуыршағын үстел үстіне қойып, коробкадағы ойыншықтарды шығарып, қабырғадағы суретті блокнотына енгізеді. Жалықтырғыш суреттегі іш пыстырарлық көңілсіз бала деп. Сосын санап 4 зеріктірер терезе деп жазып, қуыршағын алуға қолын созғанда, ол жоқ. Ол бір коробканың артында жатыр. Қалай барып алған? Коробканың артында бір кішкентай есік бар екен. Жақсы деп анасы тартпадан түйме кілтті алып кеп, сол есікті ашса, ішінде түк жоқ, қабырға кірпішпен қаланған. Анасы жұмыс істеуім керек деп есікті жаппай кетеді, және кілтті сол алған тартпасына салады. Кейін кешке олар кешкі ас ішіп отыр. Тамақты әкелері пісіреді екен. Анасы ыдыс жуады. Анасы, тамақ пісірмейді да. Королайн дәмсіз тамақ деп жегісі келмей отыр, слайм сияқты деп. Сол кезде әкесі слайм же, немесе ұйықтауға жат, қайсысын таңдайсың деген сияқты айтады. Королайн олар мені улағылар келіп жатыр ма деп қуыршағынан сұрап, ол иә деп, содан қыз төсекте жатыр. Әлгі улы ағаштан қызарған қолы әлі қызарып тұр. Қыз суреттегі бұрынғы достарына қарап, мені ұмытпаңдаршы достарым дейді. Сосын өзінің жаңа қуыршағына қайырлы түн тілеп, ұйқыға кетеді. Түн ортасында бағанағы есік ашылып, ішінен қағаз тышқандар шыға ма бір бәле. Кенет тышқан шиқылынан Королайн оянып кетеді. Төсектің астындағы тышқан бөлмеден шығып, қыз оның артынан жүреді. Сөйтіп ол бірінші қабатқа түседі. Тышқан барады да бағанағы кішкентай есікке кіріп кетеді. Королайн әп-бәлем ұсталдың ба деп есікті ашып қап еді. Кірпіш қабырғаның орнында бір туннель. Королайнға қызық оның қайға апаратыны. Сол себепті ол туннельмен еңбектеп келеді. Туннельдің басқа бетінде де дәл сондай кішкентай есік бар екен. Дәл сондай үй еще. Бірақ суретте көңілсіз бала емес, мороженое қолында, риза бала. Қыз ас үйден шығып жатқан иісті сезіп сонда барады. Енді қарны аш қой қыздың, бағана кешкі ас ішпеді дәмсіз деп. Анасының тамақ әзірлеп атқанын көріп Королайн аң-таң болады. Бір жағынан түн ортасында не пісіріп жүр деп. Екінші жағынан әрине тамақты әкесі пісіреді ғой. Ал анасы ыдыс жуады. Сөйтсе, оның көздері түйме, ё-моё. Ол кешкі асқа дәл келдің қызым дейді. Қыз, сіз менің анам емессіз, оның көздері түйме емес деп сенбейді. Мен сенің басқа анаңмын деп түсіндіреді ол. Және басқа әкесін кешкі асқа шақыруды айтады. Сөйтіп қыз барса, әкесінің көздері де түйме. Басқа әке менің жаңа әнімді тыңдағың келе ма дегенде, қыз әрине әкесі пианинода ойнай алмайтын алға тартады. Сонда басқа әке, мен пианиноны ойнамаймын, пианино мені ойнайды деп Королайнға өлең айтып береді. Қыз, кешіріңіз, бірақ әлгі тәте кешкі ас дайын болған сізге айтсын деп еді, деп хабарлайды оған. Ол болтыртеді. Қолды пианино көтерді ғой, короче. Ал әкесі ойбай деп қалды. Содан үшеуі кешкі асқа отырады, жарым түнде. Басқа әке бата айтып, тамақ ішу басталады. Королайнға тауық базар жоғынады. Ол күрішіне подлив сұрайды. Подлив оған пойызбен кеп, өзі құйып береді. Шөлдедім дегенде басқа анан ешкім келеді деп неше түрлі сусын ұсынады. Сосын қызға торт әкеп береді. Үйге қош келдің деген жазуымен. Біз сені күттік қызым дейді олар, әсіресе анасы. Королайн басқа анам бар екенін білмеппін дегенде басқа ана әрине бар, барлығында бар деп түсіндіреді. Және тамақ ішіп болса ойын ойнауды ұсынады. Қыз жасырынбақ сияқты ма деп сұрайды. Басқа ана керемет, жаңбыр астында жасырынбақ дейді. Қыз қайдағы жаңбыр деп таңғалды. Бірақ тура сол сәтте күн күркіреп жауын басталады. Ал батпақ ше деп Королайн сұрайды. Басқа ата-аналары біз батпақты жақсы көреміз. Ванна, бет маскалары деп батпақты жақсы көретіндерін білдіреді. Сосын басқа ана батпақ улы ағаштың уына жақсы дейді. Қыз аң-таң болады, қайдан білет дегендей. Және үйіне басқа анасына кету керек екен айтқанда, мен ғой сенің басқа анаң деп шығады көз түйме басқа анасы. Королайн басқа анам, оригинал анам деп түсіндіріп, ұйықтауы керек екен мәлімдегенде басқа ата-анасы оны бөлмесіне алып келеді. Сиқырлы бөлмені көріп қыз аң-таң болды. Құс сияқты инеліктер оған сәлем Королайн дейді. Қаңқа таспақа дігдік шауып жүр. 8 аяқ сияқты бірақ 5 аяғы бар, немесе 2 қолы бар қалған аяқ дегендей түсініксіз түр ойыншық. Қалайсың ботақан дейді. Королайн сәленсе деп тіл қатады. Сосын бір дауыстар шығады. Ол суреттегі достары екен. Сурет тіріліп кеткен.
Королайн жаздасыға күтіп жүрмін, екеуің де келесіңдер ғой, я деп сұрағандар толып тұр. Қолындағы бақша қайшысын еденге қадап ол конверттерді қарауға кіріседі. Барлығы Бобинский деген біреуге адрестелген. Ішінен жаман бір иіс шығып тұр. Кенет Королайн оның пәтеріне апаратын бағдаршаны, яғни жол сілтегішті байқап қалады. Сол арқылы қызы оның есік алдына кеп, Бобинский деген біреуді шақыруға тырысады. Бір кезде есікке сүйеніп құлағын тоса бергенде есік ашылып кетеді. Бірақ өзі де құламайды, посылкаларды жерге түспейді. Содан қыз пәтердің ішін қараса, ішінде бәрі бар. Пеш, тауық, кіріліп тұр, дала сияқты ма бірдеңке. Кенет артынан біреу пайда болып, құпия деген сөзімен есікті жаба қалады да, әйгілі секретін тышқандар циркі дайын емес екенін айғайлайды. Көруге болмайды әлдегендей. Бобинский деген мырза типа орыс, короче. Ол қызылшаны шикідей алма сияқты қырсылдатып жейді. Королайн оған посылкаларын береді. Оның ішінде сырлар екен. Бобинскийға дәмін татуға жіберген. Орыс мужик американ қызға, қу екенсің, үйге кіріп тышқандарды көру үшін осы посылкаларды сылтау қылу өте жақсы айла дейді. Королайн өзінің атын айтады. Бобинский де. Ол спортик екен кәдімгідей. Күнде зарядка, яғни жаттығу жасайтын адам ғой, в общем. Ол жерге секірген сияқты болады. Бірақ бір кезде қыздың артынан шығады. Маймыл сияқты Человек-паук ғой сол жердің. Бобинский мәселесін айтуда, жаңа өлеңдері умпа деп ойнайды. Бірақ секіретін тышқандар тут деп қана ойнай алады. Ол жақсы дейді, бірақ соншалықты керемет емес. Сол себепті қазір ол қаттылау сырға ауысты. Осыдан қарап тұрыңдар енді дейді ол. Яғни содан керемет нәтиже күтеді. Орыс мужик қызға қызылша береді, бұл сені күшті етеді деп. Сосын «До свидания, Королайн» деп пәтеріне кіріп кетеді. Бақша қайшысын алып қыз умпа тут деп әндетіп келетқанда жоғарыдан Бобинский подожди деп жерге секіреді. Королайн оны сүндетке отырғыза жаздайды. Короче, тышқандар Бобинский мырзадан Королайнға бір хабарлама жеткізді сұрапты. Тышқандар кішкентай есік арқылы өтпе деп айтқан екен. Ондайды білесің ба деп сұрайды Бобинский қыздан. Бірақ ол кірпішпен қаланған ғой дегенде, мужик, ештеңе етпес, мән бермей-ақ қой. Кейде тышқандар аздап қуып кетеді. Олар тіпті сенің атыңды дұрыс айтпайды. Королайн дегеннің орнына Королайн дейді. Мүмкін олар шаршатып жүрім бекен деп кетеді. Кейін қыз мәшинелердің төбесінде байлаулы тұрған шабаданын ашып, бас киімін киіп алады. Сосын актриса көршілердің пәтеріне түседі. Кіреберістегі аяқ сүртетінде үйде ысқырма деп жазылған. Қыз есікті қағады. Ешкім жоқ па не деп қарай бергенде иттер пайда болып Королайнды шошытады. Розовый шашты тәте есікті ашып, қызды үйге шақырады және «Мириам, шай қоя салшы» дейді. Ол мынау ақшаш тәте екен, Мириам деген. Көзі әшкемен жақсырақ көреді. Ал розовый шаштың аты Эйприл. Ол аяқтан кеткен, өздерің байқағандай. Розовый шаш Королайнды Мириамға таныстырады, Кэролайн деп әрине. Екі апаң дауласады, Королайн қандай шай ішетініне. Кэролайн улун ішеді. Жоқ, ол жасмин ішеді деп. Эйприл тәте иттерді қуып со жерге Королайн отырады. Кенет қыз жоғары жақта қатырып қойған өлі иттерді көріп шок болады. Розовый шашты апаң бұл олардың бұрынғы иттер болған түсіндіруде. Олармен айырылса алмағандықтан осылай қатырып қойған екен. Мириам апаң кеп Англияның ирис кәмпиттерін ұсынады қызға. Бәрі бір-біріне жабысып қалған. Бір кезде қызға бал ашып бере алатынын айтады, шай арқылы. Содан Королайн шайын ішіп, түбінде қалған қалдық арқылы розовый апаң палаша бастайды. Ойбай, Королайн, саған қауіп төніп тұр дейді ол. Ақшашты Мириам апаң кеп қап, әкеш бері дейді де, қарап қызды керісінше жақсы нәрсе күтіп тұрған мәлімдейді. Өйткені ол ұзын жираф көрген. Эйприл апаң оның кружканы дұрыс ұстап тұрмағанын түсіндіріп көрсетеді. Біртүрлі қол, короче. Сол кезде жаңағы төбедегі кәмпиттер жерге құлайды. Содан енді не істейін деп қыз сұрағанда апалар болмайтын әңгіме айтып қуып кетеді. Сол себепті Королайн оларға түсін айтпай қоштасып шығып кетеді. Дала тұман болып кеткен ба немене? Әлгі бала жүрген сияқты мына жерде. Королайн оны ұстап алады. Сол бала екен, Уайби. Ол біз ұлуларды ұстағалы жүрміз дейді. Біз деп айтқаны әлгі қара мысықпен бірге жүр екен ғой. Мысықтың онымен жүрген көріп қыз, бұл бала айтқандай жабайы мысық емес, қорқақ үй мысығы екенін алға тартқанда, бала ол жай ғана аяғын суғылуды жек көретінін түсіндіреді. Королайн Уайбиден қуыршақ туралы сұрастырады. Оны маған қысастырған сен бе деп. Бірақ бала оны осы күйінде тапқанын, қуыршақтың әжесінен де үлкен екен, тіпті осы үй сияқты ескі екен айтқанда, қыз көк шашты, киімдеріміз де өте ұқсас, соқ өтірікті деп сенбейді. Бала оған ұлуды көрсетіп өліп баратыр. Королайн шағымданады, бала ата-анасы сияқты оны тыңдамайтынын айтып. Сонда Уайби оған суретке түсіріп жіберші деп фотоаппаратын беріп, қыз суретке түсіре бастайды. Және көңілі көтеріліп қалады күліп. Сосын Королайн балаға құрылғысын қайтарып, Уайби ешқашан розовый сарайдың ішіне кіріп көрмегенін мойындайды. Қыз сенбейді. Бала әжем өлтіруші еді деп түсіндіре бастайды. Әжесі бұл үйге кіру қауіпті деп санайды екен. Қыз бағанағы актриса апалар айтқандай қауіпті деп ойланып қалады. Сол кезде мысық кеп әңгімені тыңдай бастайды.
әжесінің егізі болған, тоже қыз. Сол егізі кішкентай кезінде жоғалып кеткен екен. Әжесі оны ұрлап кетті деп айтыпты Уайбиге. Сол сәтте мысық көзі бақырайып кетіп, әлгі қуыршаққа қарап ырылдайды. Королайн баладан өзі қалай ойлайтынын сұрағанда, бала білмеймін, мүмкін ол жай ғана қашып кеткен шығар дейді. Уайбидің иығына мысық секірген сәтте Уайборн деп оны әжесі шақырып қап, ол зырғи жөнеледі. Қыз ойланып сол жерде қалады. Кейінірек жатарда Королайн есігінің алдына сыр тастап қояды әлгі тышқандар келсін деп. Біраз уақыттан кейін тышқандар шиқылдап қызды әлгі кішкентай есікке апарады. Ол жер тышқандардың артынан туннель бола қалады. Қыз арғы беттегі үйден шығады. Ояқта басқа анасы әдеттегідей ас үйде тамақ пісіріп жатыр әндетіп. Басқа анасы қызбен сәлемдесіп, оған сыр беріп жібергеніне рахмет айтады. Қыз түсінбейді, деп. Бірақ сосын миына жетеді, тышқандарға тастаған сыры екені. Басқа ана одан әкесін тамаққа шақыруды өтінеді. Басқа әкемді айтасыз ба деп Королайн сұрағанда, басқа ана сенің беттер әкеңді дейді. Яғни күштірек, жақсырақ әке деген ғой. Ол бақшада жүр екен. Бірақ менің ата-анамның бақшада жұмыс істеуге уақыты жоқ деп қыз шыққанда, басқа ана оның аузына құлпынай тығып, қыз риза болып әкесін шақыруға далаға шығады. Бақшада ағаштар айнала бастайды. Қыз дарбазадан шыққан кезде ғажайыптың ғажайыбы, сиқырдың сиқыры басталады. Королайн қуанып жүр. Бір кезде атқа мініп алғандай шегірткеге мініп алған басқа әкесін көріп, қыз, сіздің бақшаңыз керемет екен дейді. Басқа әке, біздің бақша Королайн, біздің деп оны түзейді. Королайнды гүлдер қытықтап жатыр. Басқа әкесі оған көмекке асығады да, жетіп қытықтаған гүлдерді шегірткесі арқылы шауып алып, оларды қызға сыйлайды. Королайн басқа анасы оны тамаққа шақырған жеткізгенде, басқа әке қызды шегірткесіне отырғызып, тікұшақ сияқты ұшып, жоғарыдан бақшадан жасалған Королайнның бейнесін көрсетіп, оны таңғалдырады. Кейін дастархан үстінде олар тамақ ішеді. Бірақ бір қызығы басқа ана тамақ ішпеймі немене өзіне салмапты ғой. Ол Бабинский мырза қызды секіретін тышқандар көрсетіліміне шақырғанын хабарлап, досың екеуің бірге барып келіңдер дейді. Дос деп Королайн таңғалады. Сөйтсе Уайби екен. Бірақ ол сөйлемейді. Басқа ана оны солай қылып тастапты. Қызға осындай Уайби ұнайды деп. Қызға бұл ұнады. Содан екеуі далаға шығады. Кенет жоғарыдан батпырауық сияқты нәрсені байқайды бұлар. Ол Бабинскийдің пәтеріне кіріп кетеді. Екеуі есік алдында тұрғанда есік оларды ішке кіргізіп жібереді. Кіре бергенде зеңбіректер тұр, тәтті мақтамен ататын. Ар жағында попкорн шатын тауық. Уайби, дәлірек айтсақ басқа Уайби, зеңбіректердің бәрін атқылап, тәтті мақталар оның үстіне жабысып қалады. Содан екеуі кішкентай тұрған циркке кіреді еңбектеп. Ішінен Бабинский мырзаның даусы шығып жатыр. Секіретін тышқандар циркіне қош келдіңдер. Қарсы алыңдар тышқандарымды деп қарап отыр. Әкесі тәтті мақта жейді, басқа Уайбидің басынан жұлып алып. Таң ата келе үшеуі ғайып болады. Қыз қайтадан жаман үйінде оянғанына жынданады, яғни бұрынғы әлемінде оянғанына. Содан қыз әлгі кішкентай есікке жүгіріп келеді, бірақ ол ашылмайды, құлыптаулы. Кейінірек оның отбасы бір жерде тоқтайды жұмыс бабымен. Анасы жазған нәрселерін алып әкесін жібереді сонда. Әкесі қызымен қоштасып, Королайн анасы екеуі кетеді. Олар мектепке киімдерді скидкімен сатып атқан дүкенге кепті. Қыз қолбақты көріп ұнатады, және соған қарап отқанда арттан екі бала шығады ойнап. Бірақ құлап жаңағы доңғалағы бар орындық қыздың алдына кеп тоқтайды. Сол орындықпен кәшеніп Королайн анасына келеді, қолбағын көрсетуге алып бер дегендей. Бірақ анасы қолбақты орнына қоюды талап етіп алып бермей қояды. Қыз басқа анам болса алып беруші еді дегенде, мүмкін барлық киімді сол алып беру керек еді дейді анасы. Ашулы қыз орнына қоюға кетеді. Содан жолда Королайн анасынан басқа пәтерде не бар деп ойлайсың деп сұрайды. Біздің өтірік отбасымыз деп ойламаймын дейді анасы. Қыз ондай болса не үшін есікті құлыптап қойғанын сұрағанда, анасы еге құйрық боғын көріп жауап тастағанын түсіндіреді. Осылай қауіпсіздеу болады дегендей. Олар секіретін тышқандар анашым деп қыз шығады, және түстер қауіпсіз екенін түсіндіруге тырысады. Осы жаққа көшіп келгелі бері жалғыз ең көңілді нәрсе сол болды деп. Қыз в общем риза емес. Ол анасы екеуі Розовый сарайға жетеді. Тоңазытқышта түк жоқ екенін көрген анасы қызына дүкенге бірге баруды ұсынады. Ұнаған нәрсеңді таңдайсың деп. Королайн мысалға қолбақ дегенде анасы бүгін бәрі жақсы өтсе, қатесін түзейтін түсіндіреді. Қыз анасы үнемі сөйтіп айтады деп шағымданады. Анасы аз уақытта келем деп үйден шығып кетеді. Ал мен жоқ деп Королайн кілтті тартпадан іздейді, бірақ онда жоқ. Сөйтсе ол жоғарыда қабырғада ілініп тұр екен. Оны алып қыз әлгі есікті ашуға кіріседі. Көзін жұмып ашады, түсін болмасыншы деген үмітпен. Ол түсі емес. Қыздың кіргенін мысық терезеден көріп секіріп түседі. Қыз болса басқа пәтерден шығып ас үйге келеді. Онда ешкім жоқ. Анасы тамақ дайындап хат қалдырып кетті. Хатта әлгі актриса көршілері оны шақырғаны жазылған, және киім қалдырып кеткен екен басқа анасы. Сонымен қарны тыңқиған Королайн далаға шығады риза болып. Кенет ол мысықты байқайды, және оны басқа мысық деп ойлайды.
Сонда мысық сөйлеп өзінің басқа мысық емес өзі екенін сезіп, түш, қазір бірдеңке басталады деп жүгіріп кетеді. Сол сәтте музыка ойнап, Королайн әлгі актрисалардың пәтеріне кіреді. Кіре берісте біреу оның көзіне фонарик жағып, қыз түк көрмейді. Бұл әлгі иттерінің бірі болып шығады. Типа фейс контроль ма бірдеңке ғой. Королайн жаңағы иттің артынан бассыз залға кіреді. О жерде иттер толып отыр. Қыз олардың бәрін көріп қуанып кеткен. Ең алдында Уайби отыр екен, басқа Уайби. Сонымен қойылым басталды. Балықтың басы жылынып, ол жерден Эйприл апаң шығады да өлең айта бастайды. Королайн, ол почти тыржалаңаш қой дейді досына. Өлең айтып отыр әйтеуір. Опера ғой, іш пыстыратын. Эйприл апаң төменге кетіп, Мириам апаң шығады. Ол вообще тыржалаңаш десе де болады. Королайн Құдай сақтасын дейді оны көріп. Ол да өлең айтады. Біткенде иттер доғол шапалақ ретінде үреді. Былай. Осылай екеуі кезектесіп өлең айтып жатып бір кезде дауласа бастайды, әлгі өмірдегі сияқты. Сөйтіп тұрғанда трос үзіліп кетіп, Мириам апаң мен Эйприл апаңның қойылымы жедел түрде аяқталады. Қыз шок болып отыр. Бір ит сахнаға бір бөшке су алып шығады. Төбеден екі апаң секіргелі жатыр ма? Екі томпақ апаның ішінде арық қыздар болған секілді ғой бағанадан бер. Сол апаларының жас кезі ма бірдеңке ғой. Басында екі апа құлайтын болды деп ойлаған Королайн оларды көріп қуана күледі. Бірақ олардың көздері түйме. Әрине бұл басқа әлем, басқа пәтер, басқа Мириам мен Эйприл. Короче, жаңағы жас басқа актриса апалар цирк көрсетіп, күтпеген жерден Королайнды іліп әкетіп, қыз ауада ары-бері секіреді. Бір жас ападан екінші жас апаға ұшып. Процесте қыз темірде тап болып, екі жас апа төмен қарай бөшкеге секіреді. Қыз ойбай деп құлайды. Бөшкеден резко екі жас апаң шығып, оны ұстап, осылай қойылым аяқталады. Басқа Уайби қызға роза лақтырады. Иттер үріп жатыр барлығы. Шыға берісте далада басқа ана мен басқа әке пайда болып, қойылымның қалай өткенін сұрайды. Королайн қуана айтып жатыр қалай болғанын. Тек Эйприл апа мен Мириам апа кәрі болмады дейді бір сәтінде. Бірақ Уайбидің көңіл күйі жоқ па немене? Қыз досына қайырлы түн айтып, үйге кіріп кетеді. Уайбидің мұңды түрін көрген басқа ана былай істейді, яғни жымиып жүруді ескерткендей болады. Басқа ана, егер осында қалағаныңша қалғың келсе, бір болмашы нәрсені жасау керек деп, жанында инесі бар екі түймені қыздың алдына қояды, сыйлық сияқты беріп. Қыз бұл көздің орнына екенін түсініп, жоқ, ешқашан деп айғайлап келіспейді. Егер осында қалғысы келсе, оның келісімі керек екенін түсіндіреді басқа ана. Ол, шешім өзіңде жаным, біз саған тек жақсылық тілейміз деп қоймай тағы ұсынады сол түймелерді. Сонда Королайн, қой мен ұйықтайын, кеттім дейді. Әкесі кешкі ас ішпей ме деп таңғалды. Қыз қатты шаршап тұрғанын түсіндіреді. Анасы жабысып қоймайды, сені ұйықтатайын дабай деп. Және жақында сен біз сияқты көретін боласың деп көрсетеді. Бірақ ақырында қызды жібереді. Шошынған Королайн жатын бөлмесіне жүгіріп, сол жердегі ойыншықтардың бәрін сандыққа салып, есігі ашылмайтындай қылып жасап, ұйықтауға тырысады. Бірақ жаңағының бәрі миынан кетпей қорқып жатыр. Кейін таң атқанда ол қуанып оянса, ол әлі де сол әлемде екен. Байқадыңдар ма? Бұл жолы керісінше, бұрынғы үйінде оянғысы келді. Алдыңғы жолдар осы үйде оянғысы келеді. Қыз төмен түсіп, үйіне апаратын кішкентай есігі бар бөлменің есігін ашқысы келеді, бірақ ол жабық. Кенет пианино дыбысын естіп, басқа әкенің бөлмесіне келеді де, басқа ана қайда екенін сұрап, үйіне кеткісі келетінін мәлімдейді. Басқа әке, анаң демалып алғанда бәрі керемет болады, оның күші біздің күшіміз дегенде, пианино оның аузын жаптырады. Басқа әке анасы жоқ кезде оған сөйлеуге болмайтынын түсіндіреді. Қыз, ол айтпаса онда басқа Уайбиді тауып алам, ол көмектеседі дейді. Басқа әке одан түк шықпайтынын, бала түрін былай істеп, бұл басқа анасына ұнамаған айтып атқанда пианино оның аузын жорстко жабады. Қыз ойбай деп шошып қаша жөнеледі сыртқа. Ол далада жүгіріп келеді. Жылдамдығын бәсеңдетіп, ақырын жүргенде жанында мияулап мысық пайда болып, сенің ойыңша сен не істеп атсың өзі деп сұрайды қыздан. Қыз бұл жерден кетіп баратқанын айтады. Бірақ жүріп келе жатып айналы ақ бола бастайды. Мысық бұл осы әлемнің бос бөлігі деп түсіндіруде. Ол саған керемет әсер қалдыратын нәрселерді ғана жасады. Бірақ қыз түсінбейді не үшін, оған менен не керек өзі деп. Қара мысық, ол бір нәрсені жақсы көргісі келеді деп ойлаймын. Өзінен басқа бір нәрсені жақсы көру. Мүмкін ол сол бір нәрсені жеу үшін жақсы көреді дегенде, қыз ақылға қонымсыз нәрсе. Аналар қыздарын жемейді деп күмәнмен қарап қалады мысыққа. Мысық, білмеймін. Сенің дәмің қандай өзі деп күліп алдыға жүгіріп кетеді. Сөйтіп олар сол розовый сарайға жетеді. Қыз түсінбейді қалайша бір жерден кетіп дәл сол жерге келуге болады деп. Мысық әлемді аралап жүру дегенде Королайнға бұл кішкентай әлем екені жетеді. Табалады да, Королайнның қойсаңшы дегеніне қарамастан тышқанды ғырш етіп істейді. Бұл еге құйрық екен, Қыз шок болды.
Мысық еге құйрықтарды ең күшті кездерінде ұнатпаймын. Ал мынау жерде ол дабыл соққанда естілді деп, оны ағаштың өзі жейді дәмдісін деп. Шайнап жатқанда қыз өзінің шын ата-анасына қайтқысы келетін айғайлайды, жібер мені дегендей. Сен қыз анаңмен қалай сөйлесесің деп басқа ана айтқанда, қыз ол оның анасы емес екенін мәлімдейді. Басқа ана дереу кешірім сұрауды талап етеді. Королайн жоқ деп тұрып алады. Басқа ана 3-ке дейін санаймын деп санай бастайды. 3 дегенде уже түрі басқаша. Ол қызды мұрнынан қысып ұстап, оны айнаның артындағы бір жерге тастайды. Жақсы қыз болуды үйренгенде шығарам сені деп мыстан ана кеткенде қызы оның артынан шығуға тырысады, бірақ бұл мүмкін емес. Кенет бір қорқынышты дауыстар шыға бастайды сол жерде. Королайн кім бар мұнда деп сұрайды айғайлап. Ар жақта тыныш, мыстан естіп қояды дейді бірдеңке жарқылдап. Қыз басқа ана ма деп түсінбейді. Қыз сол жарыққа жақындап, жамылғын ашып еді, ішінде 3 рух отырған екен. Көздері түйме, дәу түйме. Аттары кім екені естерінде жоқ, бірақ шын анасы есінде екенін түсіндіреді бала. Мә, қорқынышты ғой, сондай базар жоқ. Королайн олардың не үшін осында екенін сұрағанда, олар мыстан кішкентай қуыршақтың көзі арқылы біздің өмірімізді бақылап, біздің бақытты емес екенімізді көрді. Содан ол бізді небір кереметтермен, ойындармен алдап тартты. Сұрағанымыздың бәрін берді, алайда біз тағы қаладық. Сол себепті түйме қадауға келісім бердік, деп толықтай айтып жатыр. Королайн түсіне бастайды мән-жайды шок боп. Ол мыстан жақсы көрем деп айтқан, бірақ осында қамап үшеуінің өмірін жеп қойған екен. Қыз, егер ол менің өмірімді қаласа, бұл жерде мені мәңгі ұстамас. Оны жеңу менің жалғыз мүмкіндігім дейді үшеуіне. Рухтар егер қыз жеңіп босап шықса, олардың көздерін табуды өтінеді. Сол кезде ғана олардың рухтары еркіндікке босап шығады. Королайн тырысып көрем деп жатқанда артынан қол шығып артқа тартып алады. Сөйтсе бұл Уайби екен, маска киіп алған түрін жасыруға тырысып. Бағана мыстан айтып еді ғой, күліп жүр дегендей. Күлмеген соң осылай тігіп тастаған ғой. Королайн жіптерді сөгітеді. Уайби бірден оны әлгі кішкентай есік бар бөлмеге сүйрей жөнеледі. Бірақ ол жердегі әлгі дәу тарақан құлаған дыбысты мыстан естіп қойып, Королайн сен ба атаңа нәлет деп осы жаққа бет алады. Кішкентай есікті ашса, іші быт-шыт болып кеткен. Қыз досына бірге қашуды сынады, бірақ ол жоқ деп қолының опилка екенін көрсетеді. Сосын қызды итеріп есікті жауып алады. Басында досына ұмтылғысы келген Королайн жарайды деп қашуды шешеді. Содан ол жүгіріп өз пәтерінен шығады да есікті құлыптайды. Қыз мен үйдемін деп айғайлайды. Бірақ үйде ешкім жоқ па немене? Әкесі де жоқ, анасы да жоқ. Анасы бағана азық-түлікке кетіп еді ғой. Алып кетті ғой азық-түлік. Бірақ шыбын шіркей үймелеп кеткен. Сол сәтте есік қоңырауы соғылып, қыз қуанып кетеді, сендерді сағындым ғой деп. Бірақ ол Уайби болып шығады. Қыз, ой, көп сөйлейтін Уайби дейді оған. Бала күліп, саған берген әлгі ескі қуыршақ есіңде ме? Әжем жынданып кетті, ол қуыршақ оның егіздінікі болғанын айтып дейді. Королайн ұрсат балаға, ұрлап алған екенсің ғой сен, деп. Бала қуыршақтың түрі оған ұқсаған соң деп ақталып жатқанда қыз оны бөліп, бұрын қуыршақ әртүрлі қыздар мен балаларға ұқсағанын айтып, әжеңнің жоғалған негізі мен онымен танысқан секілдімін, жүр деп баланы үйге сүйрейді. Уайби қорқып атыр үйге кіргеніне. Қыз оны әлгі кішкентай есікке алып кеп, әжесінің егізі ана жақта екенін көрсетеді. Уайби оны аша аласың ба деп ашқысы келеді, бірақ Королайн жоқ деп келіспейді және одан пайда жоқ екенін түсіндіреді. Өйткені оның көзін табу керек, сол кезде ғана босайды. Қалған елестер де сол дегенде бала біртүрлі қарап қап, оған қуыршақ қатты қажет екенін мәлімдейді. Қыз қуана келісіп, қуыршақты іздеуге кірісіп, таппай, қайдасың сен кішкентай құбыжық деп іздеп жатыр. Уайби сен әжемен сөйлесіп пе едің деп сұрайды. Қыз қуыршақ оның тыңшысы, сол арқылы ол өміріңде ненің онша емес екенін көреді дегенде бала қуыршақ әжемнің тыңшысы ма деп шок болады. Королайн басқа ананікі екенін түсіндіреді және барлығы керемет болып көрінетін оның әлемі туралы айтып, шын мәнінде оның тұзақ екенін хабарлайды. Сонда көзі банкі болған Уайби ойбай деп кеткісі келеді. Қыз сенбесең мысықтан сұра дегенде бала вообще ойланып қап, қызды есінен адасқан атап қаша жөнеледі. Содан ол далаға шығып моторлы велосипедімен кетеді. Ашулы қыз далада анасының машинесін байқап сонда жүгіреді. Бірақ онда ешкім жоқ. Телефонмен әкесіне звондайды. Ол жауап бермейді. Қыз түсіне алмай жатыр олардың қаяққа жоғалып кеткен. Ол әлгі актриса көршілеріне келеді көмек сұрап. Эйприл апаңнан қыз сұрайды, қанаттар өлі иттерге емес па деп. Розовый шаш апаң болашаққа деп түсіндіруде. Ангус есімді бұл ит соңғы кездері өзін жақсы сезініп жүрген жоқ екен. Ан жақта Мириам апаң шығады, Эйприл әлі дайын емессің ба деп. Олар театрға барғалы жатқан екен. Сол қалай барамыз деп өздерінің әңгімесін айтып кеткендіктен, қыз мен отырмын ғой мына жерде дегенде белгі береді. деп. Мириам 100 жылдық кәмпитті Королайнның алдына алып келеді. Эйприл болса каратедегідей аяғалап қатты бір-біріне жабысып қалған кәмпиттерді құм күйіне дейін үгітеді. Мириам үрлеп ол құм ұшып кетеді, бірақ түбінде бір зат қалады екен.
Бұл не үшін сонда деп қыз сұрағанда Эйприл апаң бұл бәле жалаға жақсы дейді. Ал Мириам жоғалған нәрселерді табуға жақсы деп екеуі даласа бастайды әдеттегідей. Қыз қой жарайды деп шығып кетеді. Ол ата-анасының бөлмесіне кеп олардың мүсіндерін жасап ұйықтауға жатып жылап жібереді. Сағынған ғой енді байқұс. Кейінірек Королайн ұйықтап жатқанда оны мысық кеп оятады. Қыз мысықтан сен анам мен әкемнің қайда екенін білесің бе деп сұрайды. Мысық иә деп көзімен айтады. Бұл әлемде ол сөйлемейді ғой дейм. Содан мысық оны айнаға алып барады. Ол жерде қыздың ата-анасы қатып жатыр. Олар ғайып болған кезде қыз айна қолында екенін түсінеді және қуыршақты отқа тастайды. Мысықпен бірге каминнің алдында отырып Королайн жоғар жақтағы бір ойыншығына қарайды. Ол жанып тірі сияқты ма чота ішіндегі қар қозғалып. Бірақ қыз ол туралы мүлдем айтпайды. Бәлкім мен қателесермін. Ол мысыққа анам мен әкем өздері қайтып орала алмайды, солай ғой деп жауабы белгілі сұрақ қояды. Жалғыз ғана жол бар. Содан Королайн жинала бастайды. Әлгі актриса тәтелер берген затты да салып алады сөмкесіне. Сөйтіп қыз туннельмен жүріп келеді. Мысық артынан жүріп сен оның қолына өзің бара жатқаныңды білесің ғой дейді. Королайн олар менің ата-анам, баруым керек деп айтады. Мысық Королайнға оны ойынға шақыру идеясын тастайды. Өйткені ол ойын десе шкенасын жерге қояды екен. Қыз окей деп келатқанда резкі жел соғып, свечка өшумен қатар мысықта сифон болады. Қызым, сен біз үшін келдің бе деп Королайнның анасы шығады алдынан. Қызы анасына қуана жүгіреді. Бірақ бұл әрине оның анасы болмай шығады. Қыз Мыстаннан ата-анасы қайда екенін айтуды талап етеді. Мыстан мен қаяқтан білем оны, қиындатпа бәрін, отыр дейді. Түрі бычыт болып кеткен әлгі басырағанда кілт бірақ тал деп әкесі шығады. Сол сәтте Мыстан оның аузын жауып, оны шығарып салуға кетеді, жүгір бақша суаратын уақыт келді деп. Сол сәтте бөлмеде бір дыбыстар шығады қорқынышты. Әйнек сүрткенде қиқылдайды ғой сол сияқты, бірақ жуандау дыбыс. Қыз ата-анасын іздейін деп еді, Мыстан таңғы асқа шақырып қалды. Ас үйге кіріп келатып қыз өз-өзіне мықты бол Королайн деп үстел басына отырады. Мыстан ет қуырып жатыр. Королайн түймені көріп теріліп кеткен. Бірақ бір сәтте Мыстанға ойын ойнауды ұсынады. Басқа ана көзі жайнап кетіп келіседі, бірақ қандай ойын екенін сұрайды. Қыз заттарды іздеп табатын ойын дегенде Мыстан мысалға нені іздеуші едің дегенде сұрақ қояды. Королайн ата-анасы дейді бірінші. Басқа ана бұл өте оңай екенін айтады. Қыз және елес балалардың көздері деп сөзін жалғастырады. Мыстан егер қыз оларды таппаса не болатынын сұрайды. Қыз егер жеңілсе осы жерде мәңгі қалып, көздің орнына түйме қадауға келісетінін хабарлайды. Ал егер жеңсең не болмақ деп Мыстан сұрағанда, Королайн егер жеңсе Мыстан қызды, ата-анасын, өлген балаларды, тұзағына түскендердің барлығын жіберетінін айтып, сондай талап қояды. Мыстан күледі да келістік дейді. Бірақ келісердің алдында Королайн подсказка сұрайды. Сонда Мыстан Королайнға арналып жасалған үш ғажайыптың ішінде елестердің көздері кез келген адам көре алатын жерде орналасқанын айтады. Бірақ ата-анасын табуға ешқандай подсказка бермейді ол сұмырай. Қыз ойланып, жарайды деп келісіп қараса, ол жоқ. Содан қыз ойлана бастайды, қандай ғажайыпты айтты ол деп. Кенет ол жарқылдап тұрған нәрсені терезеден байқайды. Онымен қоса ол дыбыс шығарып тұр. Королайн бақшаға шығады. Өсімдіктер тірі. Гүл сияқты бір өсімдіктің ішінен бақа шығады, тоже көзі түйме. Шабуылдаған гүлдерді қыз аяғымен мұжа бастайды. Сол сәтте тас қоршаудың аузы ашылып, одан өсімдіктер шығып шап береді де, қызды аузына тарта бастайды. Королайн сөмкесінен түсіп қалған бақша қайшысына қолын әрең дегенде жеткізіп, бұл жаман арам шөп гүлдерді кескілеп босап шығады. Тас қоршаудың аузы жабылады. Бұл анау ағаштың тамыры болды ма, чот түсініксіз. Сосын заттарын сөмкесіне салып жатқанда төбеден ара сияқты бірдеңкелер шабуылдайды қызға. Және әлгі актриса тәтелер кәмпиттен жасап берген затты алып бара жатыр. Қыз ойбай деп бір кезде сөмкесін оларға лақтырып кеп жібереді. Содан олар опилкалар шашылып жерде жатыр. Королайн бұны не үшін ұрлайды деп сол заттың тесігінен қарап көреді. Барлық жер сұр, фильтр сияқты ғой бұл, шындықты ғана көрсететін. Сол арқылы қыз көзді тапқандай. Бірақ ол үстінде басқа әкесі бар шегірткеде. Басқа әке шегірткен емес, шегіртке басқа әкені басқарып отыр ғой мына жерде. Шегіртке шабуылдауда. Басқа әке кешірші, мені басқаның мәжбүрлеп істеткізіп жатыр деп кешірім сұрайды. Және қызға зиян тигізгісі келмейтінін жеткізеді. Бір кезде шегіртке өз көрін өзі қазып, басқа әке құлап баратып қолын босатып алады да рычагтан доңғалақты жылып, яғни көзді алып қызға беріп үлгереді. Молодец басқа әке. Басқа уайби сияқты тоже. Ол батып сол аймақ сұрланып кетеді. Бұл көз әлгі баланыкі екен. 3 қыз бір бала еді ғой. Сол қызға рахмет айтып, тағы 2 көз қалған еске салады. Қыз уайымдама, қолымнан келіп жатыр дейді. Уақыт өтіп жатыр. Ай қарайып келеді. Үйден өлең айтып атқан дыбыс шығып, қыз актрисалар пәтеріне бет алады. Төменгі қабатқа түсіп қыз есіктен кіреді. Кіре берісте жатқан фонарикті алып ол оны жағып, сахна жаққа жүріп келеді. Жоғарыдан әлгі иттерге ұқсас жарғанаттарды байқап Королайн фонаригін өшіреді. Оларды ашуландырып алмайын деп.
Кенет сахнада жарық жанып, қыз сонда шығады. Ол жерде дәу кәмпит. Королайн әлгі фильтрмен қарап еді, соның ішіндегі еріп ұстап жібермей қояды. Және екі резиновый зұлым апаң шығып, ұрлықша деп айғайлай бастайды шошытып адамды. Түнде көріп отқандар, қол ұстасып отырыңдар. Королайн жарғанаттарға жарық түсіріп, фонаригін соларға лақтырады. Жарғанаттар жақындай бергенде қыз резко жата қап, ит жарғанаттар екеуіне атылады да, сол жер ақырында сұрланады. Өйткені көз қыздың қолында. Көздің иесі қыз Королайнға асығуды хабарлайды. Королайн ол көзді сөмкесіне салып сыртқа шығады. Уақыт тез өтіп жатыр кәдімгідей. Қыз жоғарға шығып ілініп тұрған басқа уайбидің киімін көріп шок болады. Зұлымыстан, мен сенен қорықпаймын деп айғайлайды. Кенет артындағы есік ашылады. Әлгі Бабинскийдің пәтері. Қыз сонда кіреді. Артында біреу жүр. Бабинский, яғни оның киімі. Немене? В общем, сол қыздың алдынан шығып, голубушка, мынау сен іздеп жүрген нәрсе ма дейді. Қыз фильтрінен қарайды. Иә, бұл көз. Бірақ анау сұмыра оны бермей ғайып болады. Алайда аузы жабылмайды. Кенет артынан шығып қыз шошып кетеді. Бір кезде ол баспен қадалып, кішкентай циркке лып етіп кіріп кетеді. Артынан барған Королайн фильтр арқылы қарайды. Көз тура басында. Қыз оған ақырындап жақындап, ол күтпеген жерден бас киімін шешіп қабеді. Бұның бәрі еге құйрықтар екен. Олардың бәрі сыртқа жүгіріп баратыр. Көзі бар еге құйрықтың артынан жүгіреді қыз. Бірақ басқа еге құйрықтар тәтті мақтамен атқылайды. Көз сыртқа кетіп баратқандықтан Королайн қолындағы әлгі фильтрін лақтырады сол еге құйрыққа. Бірақ ол оған тимей ары ұшып кетеді. Артынан асыққан қызды еге құйрықтар шалып, қыз тоңқалаң асып, о жер қирап, қыз жерге құлайды. Бір кезде есін жияды әйтеуір. Айдың көп бөлігін түйме басып үлгерген, яғни уақыт өте аз қалды. Ол сөмкесінен екі көзді алып, Құдайым-ау, мен ойынды жеңілдім, мен бәрінен айырылдым деп жылай бастайды. Кенет жерге әлгі еге құйрық түседі, көзі бар. Қыз мысықтың мияулдаған дауысын естіп қараса, мысық аздап әзілдеп, сол жердің барлығы ағара бастайды. Бұл әлем қирап жойылып жатыр. Қыз мысықты сөмкесіне алып ап, үйге кіріп үлгереді әйтеуір олар. Үйде тыныш, жоқ, енді қирап жатыр екен ғой. Қыз мысықпен бірге жасыл жарық түсіп тұрған бөлмеге кіреді. Ол бөлмеде жәндік сияқты көздері түйме бірдеңкелер. Степлер ма, не анау? Тескіш па? Мысық арылдап қараңғыдан мыстан пайда болады. Ол қызға зиянкесті алып кепсің ғой дегенде, қыз жоқ, досымды алып келдім дейді. Мыстан қызды жақсы көретін айтады. Королайн оған оның махаббатын көрсету жолы біртүрлі қызық екенін мәлімдейді. Қолы спица мыстан елестердің көздерін сұрайды. Қыз сөмкесінен шығарып көрсетеді, бірақ бермей қояды, әлі бітпедік деп. Әлі ата-анасын табу керек қой енді. Мынаусыз іздеуге тура келетіні өкінішті-ақ деп мыстан әлгі фильтрді отқа тастайды. Сол сәтте соңғы тапқан көз жанып, ішіндегі қыз Королайнға ақылдырақ болуға кеңес береді. Ол жеңсе де мыстан оны ешқашан жібермейтінін айтып. Қыз деп кішкентай есікке қарайды да, көздерді сөмкесінен сап мыстанға ата-анасы қайда екенін уже білетін мәлімдеп, мынау есіктің ар жағында олар дейді. Мыстан қойшы сояқтама не деп сарказммен айтады, келеке қылғандай. Және есікті ашуға жақындайды. Сонда терезе қиқылдаған дыбыс шығып, мысық ата-анасы шардың ішінде екенін байқап қызға сыбырлайды. Қыз мама, папа деп қалады. Мыстан кілтті жөтеліп құсады. Қыз давай аш, олар сонда, солай емес па дейді. Басқа ана жаман дауыспен оның қателескенін айтып ашады да, енді қыз онымен мәңгі қалатынын айтқанда, Королайн ешқашан деп мысықты оның бетіне лақтырып кеп жібереді де, шарды сөмкесіне сабалады. Мысық тырнағымен мыстанның түйме көздерін үзеді. Мыстан мысықты лақтырып жіберіп, қызды боқтайды және аяғымен бір басып ет, бөлме қирап еден торға айналып, қыз торға түседі. Мысық әлгі кішкентай есікке секіріп үлгереді, бәрі қирап жатқанда. Мыстан Королайнның үстіне секіреді айғайлап. Қыз шетке өрмелеп үлгереді әйтеуір. Зұлым мыстан оның қаяқта екенін білмей жатыр. Көзі жоқ қой енді. Бір кезде қыздың сөмкесі торға жабысып қап, ол оны қатты тартып жұлып алғанда толқын пайда болып, сол арқылы мыстан оның қай жерде екенін біліп қояды. Королайн одан қашып келеді және әйтеуір кішкентай есікке жетеді өрмелеп. Бірақ мыстан кедергі болады оны жабуға. Қыз бір тебеді. Мыстан қоймайды. Сонда әлгі үш рух қызға көмектесіп, есікті бұлар әйтеуір жабады. Мыстанның спица қолы есікке қысылып, қыз жақта қалады. Королайн жаңағы есікті кілттегенде мыстан жынданады жосқа. Қыз жүгіріп әрең дегенде өз үйінен шығып, есікті құлттағанда мыстанның жынданып ұрып жатқан толқынынан кілт ұшып кетеді. Шар жоқ, ішінде ата-анасы бар. Қыз кілтті сөмкеге тастап, ол қайыққа түсіп қалды деп еңбектегенде бір сұйықтықты басып кетеді қолымен. Ол сұйықтық сынған шардан тамшылап тұр жоғарыдан. Сол сәтте кенет есік тарсылы естіліп, ата-анасы үйіне келеді. Қыз ата-анасын құшақтап ап, оларды сағынғанын мойындайды. Анасы мен әкесі бұған таңғалады. Бұрын өйтіп сағынбаған ғой енді. Өз ата-анасының қадірін енді түсінген ғой қыз. Анасы сынған шарды көріп, қыз сындырды деп ойлайды.
Қыз мен емес, ол сендер сыртқа шыққанда сынған болуы керек дейді. Бірақ ата-анасы не айтып отыр деп түсінбейді. Олар атап өтетін нәрсе бар екенін айтады. Әрине ол жұмыс бабымен. Қыз деген жаңағы босап шыққандарын атап өтеді деп ойлап қалып еді. Ата-анасының есінде ештеңке жоқ сияқты ғой. Тіпті үстілеріндегі қар туралы айтып еді қыз. Қар демде еріп кетіп, олар не болған саған Королайн деп кетеді. Кеш батып, әкесі қызмен ойнап отыр. Бұлар ертең бақшада вечеринка жасайын деп атқан сияқты. Әні тыңдамай шығады. Кішкентай есіктен Мустанның әлгі спицы қолы шығып алады. Содан түнде қыз сол бұрынғы жолмен өлең айтып жүріп келеді. Артынан спицы қол жүгіріп келатыр. Королайн әлгі құдықты ашады, кілтті сонда тастайын деп. Мойнынан ала бергенде қол тап беріп, жіптен тартып Королайнды үйге сүйрейді. Әлгі есікке дәлірек айтсақ. Кенет пипілдетіп Уайби келеді да қызды құтқарады. Алайда қол тап беріп, ол анау сұмдық құдыққа түсіп кете жаздайды. Қол жоғарыға өрмелеп баланы құлатқалы жатқанда, қыз қолды ұстап алады. Бірақ босап шығып кеткенде дәу таспен оны Уайби сындырады. Сынған қол тасымен бірге жамылғыға орап, кілттің бауымен байлап, олар оны құдыққа тастайды. Сосын құдықты жабады әрине. Уайби қыздан кешірім сұрайды сенбегеніне. Және соңында Королайн деп дұрыс айтады оның атын. Кэролайн дей берушеді ғой. Қыз бірден оған қарап қалады да, сенуге не түрткі болғанын сұрайды. Әжесі оған егізімен түскен суретін көрсеткен екен. Қыз оны бірден таниды. Сол кезде баланы әжесі шақырады, үйге қайт деп. Бала ойбай, енді оған не айтам деп қорқады. Қыз ертең оны үйіне алып келуді ұсынады, бірге айтамыз деп. Бала таңғалып қалады. Қыз білесің бе, мені аңдығаныңа қуаныштымын дегенде бала бұл оның идеясы болмаған мойындайды. Сол сәтте мысық пайда болып, бұл мысықтың идеясы болғанын білеміз. Келесі күні вечеринка. Актриса апаларың Эйприл мен Мириам отыр кайфовать етіп. Қыз оларға лимонад әкеп береді және Ангустың жағдайы қалай екенін сұрайды. Эйприл апаң жақсы болып қалды, бірақ өмір бақи қанатын қаға алмайды ғой енді дейді. Ата-анасы қызғалдақ отырғызып жүр. Анасы Королайн топырақты жек көретіні туралы дұрыс айтқанын мойындайды. Бірақ қызғалдақтар сондай әдемі дейді. Бабинский мырза сол уақытта қызғалдақтардың орнына өзінің қызылшаларын отырғызуда. Королайн өзінің барын білдіріп еді, мырза артына тыға қалды қызылшаларын. Қыз тышқандар қалай екенін сұрайды. Олар Бабинский мырзаға қыздың құтқарушы екенін айтыпты. Және дайын болғанда оның құрметіне цирк көрсеткісі келетіндерін жеткізіпті. Сол кезде Уайби келеді әжесімен. Қыз амандасып, әжесіне айтатын нәрсесі көп екенін хабарлап, соларға жақындауда. Бізге сырт жақта отырған мысық көрсетіледі. Мысық жүріп, ғайып болады. Осы жерден бұл мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Бағана басқа еке қыздан Абдуши кешірім сұрап жатыр еді ғой. Сол сияқты Абдуши рахмет. Подписка, лайк, коммент күтем ғой әрине. Чао, какао.